деструктивті идеологияны тарататын 90% аккаунттар шетелде тіркелген. Салафимін деп уағыздап жүргендердің уағызын тыңдап, жихад және хижрат жайлы әңгіме болды. 80 мыңға жуық қазақстандық деструктивті топтарға қосылған. Такфирге шығару мәселелері бар. Адамдарды мұсылман емес деп революциялық негіз көзқарас тудыру болған ғой. Дінді нәпсісіне қарай тәпсірлейтін, бүлікті дәріптейтін, анархия мен соғысты ұлықтайтын қуатты құралға құлып салынбай тұр. Деструктивті идеологияның диверсиясы кімге керек? Гибридтік соғыс деп аталатын мылтықсыз майданда ақиқатты бұрмалап, діннің атынан саяси амал жасайтындар көбейді. Экстремистік электронды алаңдардың саны артуда. Теологтарда зерделеп зерттеп, қарсы соққы беріп жатыр. Жыл басынан бері тек Шымкент қалалық дін істері басқармасы ел тұтастығына нұқсан келтірген 20 мыңға жуық материалды анықтады. Экономика ахуал өте қатты әсер етеді. Жұмыс жүрген жас балдар деструктивный, радикальный сайттарға, аккаунтқа кіреді, машиды қояды, өлеңдерді қояды. Реклама жағынан олар қазір өте қатты жұмыс істеп жатыр. Биыл елімізде 9 айда интернетте өшпенділікке негізделген терроризм, экстремизмді насихаттаған 14860 материал анықталған. Әлеуметтік желіде түрлі деструктивті топтарға 80 мың адам тіркелгені белгілі болды. Олардың 6 мыңға жуығы 18 жасқа толмаған. Шымкент қаласы бойынша 190 мың өзбек халық тұрады. Халықаралық терроризм ұжымдар мүшелері Абдуллах Зуфари дейтін, Садик Самарқанди дейтін біраз адамдар бар. Өзбек ұлт жастарға өте қатты әсер етіп жатыр. Зофир Гафаров, лақабаты Абдуллах Зуфар. Содик Жон Мухаммадиев, лақабаты Содик Самарканди. Зуфар да Самарканди да этникалық өзбек, содырлардың идеологы. Бұларды Өзбекстан билігі халықаралық террорлық топтарға адам тартқан қылмыскер деп айыптады. Самарқанди болсын, Абдулла Зуфар болсын, мемлекеттің дәріл күфір, яғни тағуттардың мемлекеті. Шаман келгенше ислам мемлекетіне өтіп ал деген сияқты әртүрлі сипаттағы материалдарды, уағыздарды жасап жатыр. Діни сауаты жоқ адамдар солардың ықпалынан түсіп жатқан жағдайы бар. 57-ге жуық мұсылман елдері бар. Зайырлық принцип негізінде құрылған мемлекеттер. Бұл зайырлы мемлекет деген ешқандай бір ислам шариғатына қайшы келетін дүние емес. Сол ағышылардың сөздерін менің бір-екі адам сол сұраған. Жихад және хижрат жайлы жауап берген. Қателігім сол білімсіздіктен, сол интернет тармағынан тыңдағаным болған. Салаф сол сахабалардың жолын ұстанып жүремін деген көпшілік адамдар өздері дәлелсіз сөздерін айтып қателесіп жүр. Салафимін деп уағыздап жүргендердің уағызын тыңдап, біраз адамдар сол мен сияқты жағдайға түсіп отыр. Шариф бой таным түсінігінің таяздығынан шатақ шейхтарға маталды. Діни сауаты жоқ. Сөйте тұра дәстүрді мансұқтап, өркениетті даттаған. Есесіне лаңкестердің қиянатын ақтайтын экстремистік идеяларды таратқан. Бір пара Құран жаттамастан Құдай сақтасын жаңағы фатуа беріп жатқандар әлбетте не алады. Ол не? Адасады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында шариғат және фатуа бөлімі бар. Осы фатуаны дайындайды. Кейін Қазақстанда ғұламалар, олар оны қарайды, талқылайды. Сол тура болғанда ғана ол фатуа жарыққа шығады. Медреседе жүрген, имамдармен жүрген бірде-бір жамағат ұл да қыз да Сирияға кеткен жоқ, экстремизмге деген жоқ, қамалған жоқ жаңағы. Елімізде 18 миллионға жуық адам ғаламторда отырады. Ал әлемде интернетті пайдаланушылар саны 5 миллиардқа жетіпті. Халықаралық террорлық топтардың сапына қосылғандардың 85% әлеуметтік желілер арқылы арбалған, жалпы халықтың 70% діни ақпаратты интернеттен іздейді. Радикалды идеологтардың сананы жаулау тактикасы ортақ. Алдымен жақтастарының ақылын бұғаттайды, таухид терминін бұрмалайды, сол арқылы тарихи тамырын балталайды, қоғамды бидғатпен айыптап, ортасымен жауластырады.
такфир шығартып отқа тастайды. Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб деген кісінің негізгі оқытып жатқан оқулықтары революциялық негіз көзқарас тудыру болған ғой. Дәл сол 18 ғасырда сол жердегі жүріп жатқан жергілікті билікпен, жалпы ол жердегі жүйемен күрескен. Такфир дегенде қоғамда адамдарды мұсылман емес деп кластарға бөлу. Біздің елде болған жағдайлардың, жаңағы терактылардың мойын алып жатқанда сол нелер, такфиршілер. Сәләфилік 90-шы жылдар келді бізге. Мұсылмандық емес, өзінен бізбен мұсылмандық келді деп өздерін айтқысы келіп жатыр. Тарихқа қарайтын болсақ, біз қарақадиттер кезінен бастап біз мұсылмандық бізге келіп қойған, бабаларымыз осыны салт дәстүрмен сабақтастыра білген. Жастарға қазіргі күндегі айтарым, білім іздену керек, имамдардан, медреселерден білім алған дұрыс. Өзінің ұстазбен шейх дейтін телефондағы вағазшыларға сене бермесін. 20-дағы жігіт қапасқа 8 жылға қамалды. Бірақ деструктивті идеологияның диверсиясы тоқтамады. Бүгін бұғатталған сайттар ертең қайта ашылады. Сондықтан сақтанудың жолы білім. Ал Зуфар мен Самарканди мұсылмандарға қазған орға ерте ме кеш пе өздері құлайды. Геосаяси тартыстың шабақтарын тұншықтыру уақыт еншісінде.